Еліміз үшін ең маңызды деген салалардың бірі туризм. Жыл басынан бері аймаққа 94 мыңға жуық турист келсе, оның 2 мыңы шетелдіктер екен. Бүгін Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай осы саланы дамыту мақсатында аймақ және өзге өңірлердің туристік өкілдері ортақ меморандумға қол қойды. Дөңгелек үстел Тараз Ұлы Жібек жолының шипалық мекені деп аталады. Аталған жиынға Алматы, Түркістан және Ақмола облысының туристік сала өкілдері қатысты. Шара барысында ақпараттық тур өтті. Аймақта 3 мыңға жуық тарихи мәдени ескерткіштер бар. Оның 25-і республикалық деңгейдегі орындар. Жамбыл облысының туристік әлеуетін өңіріміздің ішкі және кірмелі туризмін дамытпақ. Сонымен қатар жалпы медициналық және экологиялық туризмді қолға алу туралы мәселелер қозғалды. Біз Тау-Қымызы деген демалыс аймағына бардық, өте күшті, керемет. Жаңағыдай туристерді қабылдауға ыңғайланған, сонда емдік шаралар өте қарастырылған, және де тау аясында атқа мінуге, қымыз ішуге өте қолайлы орын екен. Қаншама туристер қабылдайды деген үміттемін. Мынау енді Тараз қаласы мен алдағы уақытта біз аумақтық іс-шараларды жүргізсек деп отырмыз.